Сәлем оқушылар, бүгін 1 сынып математика оқулығынан 5 сабақты түсіндіретін боламын. Келесі шығатын сабақтардан қалмас үшін мен арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз 3 саны және цифры. 3 санының құрамы. Бірінші есепке қараймыз. Суретке қара, балалар немен айналысып жатқанын айт. Әр топта неше баладан бар дейді. Яғни суретке қараймыз. 3 топ бар. Әр топта 3 баладан. Ұл балалар кермеге тартылуымен, қыз балалар волейбол ойнап жатыр. Ұл балалар жүгірумен айналысуда. 2 дөңгелек ал, тағы біреуін қос, неше болды? Екінші суретте не көрсетілген дейді. Яғни 2 дөңгелекке 1 дөңгелекті қоссақ 3 болады. Ал екінші суретте 3-тен 2-ні алсақ 1 болады. 3-тен 1-ді алсақ 2 болады. Екінші есеп. Сана. Қай заттар 3-тен кем? Салыстыр. 3, 1, 3 үлкен. 3, 2. Яғни 3 үлкен. Үшінші есеп. Бос орынға қандай фигура қажет екенін досыңа түсіндір. Олар қайда орналасқан? Яғни мына жерге суреттерін қойдым мен, осыларды көшіріп жазасыңдар. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.